Достар, мында енді ISO-ны жаңағы біздің жүктеп алған Proxmox'ты Virtual консоль арқылы ILO 4 қосу жалпы. Бұл жерде мақала берілген екен. Сол жерде Remote консоль, одан кейін Java Runtime, енді әрине түсінікті, Java-ны орнату қиындық туындамайды деген ойдамын. Көп айтыштар оны білу керек. Java Runtime, яғни Java Runtime Environment, міне мына жерде ресми сайтында жаңағы біздің ILO-ның өзінде сілтемесі қалдырылған. Java-ны орнатамыз. Java-ның дәл осы desktop application-ға арналған жаңағы Runtime, жалпы Runtime, Java Runtime көптеген программалар түсінікті. Осы Virtual Environment деген шешімі бар екен түсінікті. Осыған арналып жаңағы микро бағдарламалар, программалар жазылды. Сөйтіп осы Java-ның Runtime өте атақты екен түсінікті. Енді программаларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Міне мен оны жүктеп алдым. Соңғы нұсқасы 481-ге дейін жетіпті. Оны одан кейін орнаттым. Оны орнату ешқандай программада жаңағыдай проблема жоқ. Бұны біздің қазақстандық жаңа NCLayer бұрын басқа да программалар талап ететін. Екі рет үстінен басамыз. Қазір орнату шығады, install, одан кейін орнатылады. Далі ешқандай проблема болмайды. Одан кейін біздің өзіміздің ILO-да осы жерде бір мәселе, міне remote қазір қараймыз, remote консоль, одан кейін web start'ты басамыз. Web start'ты басқан кезде мына жерде міне ILO GIRC GNLP деп аталынатын файл жүктеледі. Бұл файлды одан кейін іске қосамыз. Так, менде ол іске қосылып тұр ма? Неге ашылмай қалды, қазір көрейік. Барлық артық терезелерді әзірге жинап қояйық. Так, обновление жасаймыз. Мыналарды жаба тұрайын. Microsoft-тың Net фреймворкі мен компьютерімде орнатылған екен, мәселе ода болған жоқ. Так, және Virtual Media, Remote консоль. Бізге керегі осы Applet іске қосып көрейік. Кешіріңіздер, қазір Web Start'ты басамыз, одан кейін жүктелгеннен кейін мынаны іске қосамыз. Так, достар, жаңа мен Java-ны кішкене орнатып бастап құртып жүрген сияқтымын. Арайды енді былай істейік. Java-ны мен қайтадан орната салайын. Мына жерде менің Java-м негізі бар болатын. Қайтадан енді көрейік. Жаңа запуск жасап өзім құртып қойған сияқтымын істеп тұрған нәрсені. Бұны бекер көрсеттім. Негізі Java-ны орнатуды көп айтишниктердің білетініне сендім. Ешқандай проблема жоқ. Әшейін Java Runtime Environment осы виртуалды ортаны орнатады. Одан кейін міне мына жерде сәтті орнатылды дейді. Енді іске қосып көрейік. Так, міне кішкене ойланды. Міне біздің веб парақшаның 443 портта осы қандай да бір осылардың жазған жаңағы HPE компаниясының жазған Applet'і іске қосылады. Міне ILO Integrated Remote консоль, одан кейін осы серверлік машинада қазір орнатылған Windows 10 операциялық жүйесіне қол жеткіздік. Бірақ бізге керегі виртуал дисклері. Соның ішінде image файл, CD-ROM. Міне осыны бізге қажет. Қазір жаңадан басқа операциялық жүйе орнату үшін оны бізде мына мақала жазылған. Міне қазір мына жерде көрсетем. Бұны мен сілтемесін қалдыруға тырысам енді. Өкінішті, мен қазір жаңағы керекті сайттың адресін жауып тастадым. Так, ILO сервер. Так, қазір. Осы жерде берілген мағлұматты, мына жерде берілген мағлұматты оқып көрейік. Міне мына жерде міне virtual disk image файлды таңдау керек. Одан кейін міне CentOS орнатпақшы, бұл жерде біздің жағдайда Proxmox орнатамыз. Одан кейін так, your ISO now mounted to server virtual drive. Сервердің жаңағы виртуалды DVD дискісіне біздің ISO файл жүктеледі. Mounted болады, яғни тіркеледі. Одан кейін continue'ды басасыз, жүйе rebooting жасалынады сервер. Және одан кейін таңдау керек. Мына жерде power switch reset жасағаннан кейін біз мына жерде бүкіл сервердің жүктелу процесін де көреміз. F11 пернесін басып bootқа баруымыз керек. Сол жерде one time boot CD-ROM, яғни CD-ROM-нан осы біздің Proxmox hypervisor'ын іске қосуымыз керек.
ары қарай мына жерде міне Linux-тың жаңағы CentOS орнатылған, біздің жағдайда Proxmox орнатылу керек. Енді тырысып көрейік. Так, Virtual Drivers, CD-ROM, қазір біздің десктоп, компьютер, осы жерде. Так, жарайды, құжаттар, downloads. Так, біздің ISO файлымыз қайда кетті? Proxmox ISO файлы мұнда тұр ғой. E дискісінде, қайтадан таңдаймыз. Мына компьютер, E дискісі, осы жерде downloads, Proxmox-ты таңдаймыз. Open нүктесін басамыз, Power Switch, Reset-ті басамыз. Окей. Біздің сервер қазір Reset-ке кету керек. F11 нүктесін қалай басамыз, соған таңғылып тұрмын. Менің ұзақтан компьютерімнің командасын қабылдаймын екен. Так, мына жерде көрінуде. Менде кішкене экран көтерейік. Так, біздің сервер қазір жүктелуде кәдімгідей. Сол жерде монитор болса, біз сол сервердің жүктелгенін көретін едік. Қазір мына жерде бір нәрсе шыққан сияқты. Не екен? Так, бізде қазір қараңыздар, no video output шықпай жатыр. Так, енді міне прогресс 11%. Біздің ILO-ның IP адресін көрсетуде. Қадымғы BIOS-тың жүктелуі, BIOS-тың нұсқасы 2D 40. BIOS енді обновление жасалмаған. BIOS-та да жаңартуға болады 2017 жылы. Так, қазір мына жерде кішкене сервердің жүктелу процесі. Одан кейін мына жерде қазір бірнеше таңдау мүмкіндіктерін береді. Boot меню, F1, F2, жалпы F11. Одан кейін бірнеше секунд күтетін болады. Сондықтан біз басып үлгереміз деп ойлаймын. Так, мына жерде keyboardта не бар екен? Так, view hotkeys дейді. Так, кезде бұл керек емес. Так, тамаша, ең бастысы жасалды деп ойлаймын. Осы жерде қазір міне F11, F2 басқалар шығады. Мына жерде RAID-тің де контроллері бар. Біз әзірге RAID-ке назар аудармай қояйық. Бұл жерде міне жазып тұр. Бізде Xeon процессорлары E5 2620 10 ГГц дейді. Так, кішкене күте тұрыңыз дейді. Тағы да бұл жерде біздің жаңағы оперативный память, жедел жадтың DIMM 9. Так, power supply-ларды тексеруде, оның ішінде біреуі өшіп тұр дейді. Қосымша бұл жерде 2 power supply емес, қазір біреуі жасап тұр жұмыс. Так, мына жерде F1, F2 бір қоп эмоция басыңыз дейді. Кішкене төменге түсу керек. Міне F11 кнопкасын басымыз керек. F11 function, F11, міне F11-ді таңдадық. F11 қазір таңдалдық. Мен function кнопкасын бастым компьютерімде, және F11 негізі таңдалды. Boot меню. Қазір міне 1 секунд F11-ге түсу керек. Одан кейін one time CD дискіге баруымыз керек. Так, virtual, міне қай жерден таңдайсыз дейді. Қазір біз төмен қарай түсеміз. Сөйтіп, ILO virtual USB 2, HPILO virtual USB CD DVD-ROM дейді. Так, соны таңдаймыз ба? Қазір мына жерде мақаладан көре салайық. F11-ді бастық boot меню, одан кейін one time boot CD-ROM дейді. Так, бізде ұсынылып тұрған нұсқаларды қарайық. Так, embedded дейді. Бұл жерде демек енгізілген, кіріктірілген CD-ROM бар екен. Бізде RAID контроллер 5. Так, RAID контроллерді енді қарамаппын, бірақ RAID контроллерді де көрсек болған. Жарайды, әзірге орната берейік. Так, бастым. ILO Virtual CD Drive, міне Proxmox-ты орнатуға қош келдіңіз дейді. Біз қазір Proxmox-тың графикалық нұсқасын орнатамыз, және оны біз не істейміз? Шынын айтқанда көп сұрақты қазір біз шын айтайын бұрын орнатқам, және бұл жерде қазір бірнеше қадамдар, сұрақтар туындайды. Оны мен шын айтсам бұрын орнатқаннан кейін қазір енді кішкене жаңағы ChatGPT-дан көмек алып отырамыз. Proxmox-тың графикалық нұсқасын орнатайық, себебі бұл ең жаңағы басқаруға оңай болады. Serial console дейді, terminal UAL дейді, Apps and Advanced Options біз жарайды. Бұл жерде ешқандай қиындық болмау керек. Қазір мен
клавиатураның көмегімен ары бері төмен түсіп жатқанын байқап отырсыздар. Мен қазір графикалық нұсқасын таңдаймын. Жарайды, ең басынан бастап сұрасақ та болады негізі ChatGPT-дан. Так, енді екі терезенің арасында секіреміз кішкене. Мынаны кішкене кішірейтейін. Сабақ ұзақ болатынына түсінемін, бірақ енді пайдалы болады деген ойдамын. Барынша тез жасауға тырысып жатырмын. Алайда осындай енді сіздер қосымша оқып, менімен бірге көріп отыру үшін барлығын көрсетейін. Окей. I'm installing Proxmox дейін. Енді ағылшынша жаза берейін. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Proxmox'ты орнатуды бастадым. Бірнеше вариант ұсынуда. Вариант енді ағылшын тілінде кішкене тез тереміз, себебі бұл жерде аз әріп бар екен түсінікті. Қазақ тілінде Proxmox VE Graphical одан кейін Terminal UI одан кейін Terminal UI Serial Console және Advanced Options қайсын таңдайын деп ChatGPT-дан сұрай салайық. ChatGPT қазір кішкене ұзақтау жауап береді. Аха, тамаша, енді инсталлер екенде көріп тұрсың. Proxmox орнату кезінде бірнеше вариант бар. Міне нақты түсініктісі. Бұл жерде full graphic installer, ол HTML5 remote консоль арқылы көресің, жаңа қолданушыларға ыңғайлы. Бұл өте ыңғайлы. Жаңағыдай бізге мына жерде командный строка болса, оны басқарып виртуальный машиналарды орнату өте қиын болады. Бұл text-based installer дейді, бұл кішкене қиын. Так, advanced option менің ұсынысым, сенің жағдайыңда ремонт орнатасың, монитор жоқ, бастапқы орнату, графикс осын таңдаңыз дейді. Бұл жерде ешқандай не болмайтын түсінікті. Мен графиксті таңдаймын. Одан кейін enter нүктесін басамын. Proxmox'ты орнату басталып жатыр. Міне loading Proxmox virtual environment installer дейді. Loading install RAM disk дейді. Proxmox virtual environment, яғни виртуализация гипервайзері, ол Linux-тың, Unix-тың негізіндегі операциялық жүйелерден бастау алған түсінікті. Сондықтан бұл жерде жаңағыдай tempdb, мынандай міне командаларды көреміз. Dev, папкаларды көреміз. Міне мына жерде mounting болуда. Яғни бұл жерде көбісі автоматтандырылған түсінікті, және барлығын жаңағы қазір орнату процесі болуда. Так, kernel type дейді, 4417. Жарайды, енді бұның барлығын білетін адам сияқты айтып отырмайын. Айтайын дегенім, бұл жерде Linux-тың жаңағы CentOS, Ubuntu сияқты операциялық жүйелерді орнататын болсақ, сол жердегі жаңағы консольға шығатын, терминалға шығатын командаларды жаңағы орнату барысын көрсететін ұқсас екенін айтқым келеді. Енді бұл жерде орнату процесі қазір кетеді. Мына жерде мен әдейі барлық не істеп жатқанымызды ChatGPT-ға жаздым. Қазір мен ары қарай әрбір қадамды сұрап отырып жасаймын. Енді ChatGPT шын айтайын өте ақылды екен түсінікті. Бұл жерде пласт алсақ тіпті тамаша болады еді, бірақ қазір бізге осы жұмыс жасайтын керемет оптималды функциялармен, фичалармен, оптималды конфигурациямен орнатуға мүмкіндік беретініне сенімдімін. Қазір бізге сұрақ туындаса, так, жасай береміз. Так, Proxmox орнату процесі кетті. Так. Және достар, жаңа айтып кететін нәрсе, өте көмектескен нәрсе, осындай, бұл жерде ChatGPT енді бәрінен ақылды емес екенін түсінікті, ол кәдімгі интернеттегі ақпаратты алатын түсінікті. Бірақ кейбір адамдар осы өздері тікелей осындай мәселелерге туындайды, яғни мына білесіздер Reddit немесе басқа да жаңағыдай міне knowledge base, осындай адамдар тікелей өздері мәселе туындаған, олар шешкен, солардың тәжірибесін пайдаланғанда өте тамаша. Яғни ChatGPT бұл тек интернеттен жинаған ақпараттың негізінде береді. Енді адамдардың тәжірибесі тіпті керемет екен түсінікті. Так, жалғастырамыз. Бұл жерде соңғы қолданушының лицензиялық келісім шартын оқыңыз дейді, оны қабылдаңыз дейді. Мен бұмен келісемін. Так, Proxmox Virtual Environment. Так, Target Hard Disk дейді. Бұл жерде бір ғана бізде диск болды, және ол логикалық диск. Жобамен 1 терабайт көлемінде, яғни 800 гигабайт.
бұл жерде қазір оны dev SDA деп маунтинг жасайды. Мен бұл жерде ешқандай қорықпай next нүктесін баса беремін, ChatGPT-ға жүгінбесем де болады деп ойлаймын. Location and time zone дейді, яғни жарайды country'ді жазайық. Қазақстан, time zone Алматы, Азия Алматы, keyboard layout'ты қалдырамын ағылшын тілінде. Next нүктесін басамын. Және енді администратордың паролі және email адресін енгізіңіз дейді. Мен бұлай жасайын. Так. Бір пароль қояйын. Одан кейін жалпы біздің осы жұмыстың немесе қосымша компанияның univer.kz паролін берейін. Next нүктесін басайын. Так, Management Network Configuration, желілік, яғни басқаруға арналған желі IP адресі, Gateway DNS серверді нұсқаңыз дейді. Management Interface бізде Network Interface карт 0 болды. 1, 2, 3. Бұл жерде біздің серверде 4 порт бар. Соның ішінде бірінші алғашқы портты таңдай салайық. Одан кейін біздің hostname'ге атау беріңіз дейді. Fully Qualified Domain Name мына жерде. Біз бұны бұлай жасаймыз. Proxmox. Яғни мен мына жерге терем қазір. Так, Proxmox. Мынаны негізі сұрай салсам болады. Мына жерде IP адрес себебі біздің сетте болу керек па, немесе сыртта болу керек па, кішкене солсы маған түсініксіз де болып тұр. Сондықтан мынаны көшіріп алуға бола ма? Так, Proxmox, одан кейін local.com десек те болады. Енді Proxmox local десе сақта болады. Енді біздің жергілікті локальный сет болса, немесе біздің шынымен тіркелген домендік атау болатын болса, мысалы, оны да берсек болатын еді. Қазір бұлай жасап көрейік. Так, осыны сұрай салайық, кішкене management interface. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ, бірақ әшейін қосымша жаңағы мына жерде IP адресті біздің локальный жергілікті сетте болған дұрыс па, соны біле салайық. FQDN Fully Qualified Domain Name, одан кейін IP адрес. Так, мына жерде Management Network Configuration деп ChatGPT-ға кішкене көмектесейік. Management Network Configuration, одан кейін IP адрес және Gateway, одан кейін DNS сұрап көрейік, қандай ұсыныс жасайды екен. Тамаша, енді Proxmox орнатудың Network Configuration бөлімінде тұрсың. Бұл өте маңызды, өйткені Proxmox Web UI, яғни біз Proxmox-ға қазір Web User Interface-пен кіреміз, IP және 80.06 портында болады. Осы параметрге тәуелді болады. Яғни біздің локальный сетте болатын, енді түсінікті болды. 192, мен қазір местерге көрсетейін. Біздің осы жаңағы HPA серверіне қосылып тұрған компьютеріміз 192.168.1 деген сетте тұр. Және бұл жерде 24-ші маска под сети. Так, енді management interface, бұл негізгі интерфейс, ол бізде 10 гигабит Ethernet порттық таңдауға болады. 0-ші мысалы fully qualified domain name proxmox 01 example.com деп айтсаңыз болады. Егер DNS бар болса жазасың, болмаса IP жеткілікті болады дейді. Енді жарайды, осылай жасасақ, example.com дегенді қалдырмаймыз, біз оны так, мына жерге көшіріп қоялым ба? Тіпті көшіріп қоялады екен. Тамаша. Технологияның дамығаны қандай керемет. Так. Жарайды. Қолмен тере салу қиын емес. Proxmox 01 Tionver дей салайын. Tionver.kz. Жарайды. Бұл бізде бар негізі домен Tionver.kz. Бұны енді домендік. Жарайды, бұл маңызды емес. Ең бастысы біз IP адреспен кіреміз көп жағдайда. Бұған мен IP адрес берейін. 192.168. Мына жерде IP адрес, серверге берілетін тұрақты IP адрес. Желінің шлюзі, әдетте роутер, Gateway-ге әзірге 8.8 берсек болады дейді. Так, IP адрес тұраңызды, бірақ DHCP қолданған келсе, DHCP пайдалансаң да болады дейді. Так, біздің енді локальный сетте бос IP адрестерді қарау керек болатын болды бұл жерде, себебі IP конфликт болып қалмас үшін. Олай болса, IP сканермен де қазір компьютерімде бар мекен қарап көре салайын. IP сканер. Әрине IP сканер жоқ. Олай болса,
Достар, қазір былай жасаймыз. Енді микротикке кіру керек, қарау керек. Жарайды, 199 деген сияқты бір IP-шіңді беріп көрейін. Олның бос екеніне сенімдімін. Так, gateway 192, 168, 195 дей салайын. Жарайды, 195, 192, 168, 1 біздің бұл шлюз болады. Маска под сети, мына жерде 255, 255, 255, 0, яғни 24-ші. Classless Interdomain Routing DNS серверді көрсетуіміз керек. DNS серверге біз Google-дың DNS серверін нұсқай салайық. 8888. Так, жарайды, options не бар екен көре салайық. Жарайды, network interface карттарын аттарын ауыстырмаймыз. DNS серверді қалдырайық. Pin network interface наймыз дейді. Жарайды, next нүктесін басайық. Бұл жерде ешқандай қиын нәрсе болған жоқ. Барлық осы қорытынды нәтижені шығаруда file system x, мынаны мен қазір былай жасайын. Так, мына жерде көшіру, өкінішке орай көшіру мүмкін бе? Так, өкінішке орай көшіру мүмкін болмай тұр, бірақ бұл жерде суретке түсіріп алу мүмкіндігі болатынына сенімдімін. Snipping tool, ножницы және new. Енді достар, мен сенімдімін, бұл жерде барлығы дұрыс жұмыс жасайтынына, яғни file save as, мынаны мен қазір жұмыс үстеліне capture one деп сақтай салайын. Бұл жерде біздің extension, яғни file system xt4 болады. Бұл Linux-терге арналған жаңағы ең тамаша жұмыс істейтін file system жүйесі екеніне сенімдімін. Одан кейін диск бізде dev.sda болады. Қазақстан, Алматы, ағылшынша, одан кейін біздің почта, IP адрес, барлығы негізі қиын, еш нәрсе жоқ. Бірақ сонда да сақтық сіздерге оқу көшірме ретінде ChatGPT-ден тағы да сұрай салайық. Так, бізге файл жүктеу үшін 2 сағаттай күту керек екен. Жарайды, біз күтпейміз. Оны теріп жатпаймыз. Мен оның барлығына дұрыс жұмыс жасайтынына сенімдім. Тек қана мына файл систем xt4 дегенді сұрай салайын, және дискті сұрай салайын. Так, файл систем xt4 және диск бізде mounting, ол бізде қазір dev.sda-де болады. dev.sda. Басқаларының барлығы ешқандай қиындық жоқ. Так, ChatGPT тамаша, сен проксисон кезінде storage және disk configuration бөлімінде тұрсың. Енді нақтырақ, dev.sda бұл серверіндегі негізгі HDD немесе SSD, яғни біздің бар hard дисктер, қатқыл дисклер. Егер RAID контроллер бар болса, virtual disk logical drive таңдалу керек. Біз оны алдында таңдадық. xt4 бұл классикалық тұрақты Linux файл жүйесі. Басқа нұсқалар мыналар кеңес дейді. Егер single сервер және қарапайым сетап болса, онда мынаны қалдыра беріңіз дейді, және dev.sda плюс бұл жеткілікті дейді. Так, бірнеше диск. Жарайды, RAID туралы кішкене бұл жерде айтпадық, бірақ енді RAID-тің настройкасында мен қарамадым. Бұл енді физикалық жанында болмағаннан кейін RAID-ті мүлдем назарым алдым, бірақ мен RAID туралы бізде супермикроның видеолары бар. Супермикро сервер настройка жасаған болатынбыз, және сол жерде RAID-ті толықтай басынан настройка жасап көрсеткен болатынбыз. Бұл қарапайым, safe және beginner friendly дейді, сондықтан ешқандай проблема болмайды дейді, бәрі нормально дейді. Install нүктесін басамыз. Бізде қараңыздар, біздің жаңағы серверде орнатылған root дискілерді қазір тазалау процесі болды. Мына жерде дискілер болса, соның барлығын толықтай тазалайды. Олар RAID массивте бола ма, логикалық бола ма, оған қарамайды. Жалпы бізде 1 терабайт көлемінде мына жерде диск бар. Соны қазір тазалады және орнату процесі басталды. Енді бұл жерде Proxmox-тың орнатылған кішкене күтеміз. Сабақты осы жерден қиюым да мүмкін. Бірақ қалсаңыздар ары қарай оқып көре беруге болады. Яғни қараңыздар, мына жерде біздің биосымыз кішкене ескі. Біз ILO арқылы басқарып отырмыз. Мен жаңа не істедім тағы басқа. Мысалы, Virtual Mediaға келдім. Бұл жерде Virtual Media мына жерде HTTP протоколы бойынша браузерде жұмыс жасамады. Мына жерде қараңыздар, енді force пайда болды. Insert, бірақ бағана болмады. Мына жерде Local Media енді жұмыс жасаған көрсетуде, бірақ біз жаңағы дискіні бұл жерден сала алмадық. Ол үшін біз Java Applet-ті орнаттық. Және осының арқасында керемет басқаруға мүмкіндік болды. Енді Java Applet қазірдің өзінде жайлап азайып баратқанына сенімдімін. Қазір барлығы осы браузерге көшіп баратыр.
бұл жерде тек қана біздің серверіміз ескі болып ILO 4-ші нұсқасы болғандықтан осы браузерде жұмыс істемей қалды. Бірақ бүгінгі 2026 нұсқалары браузермен толықтай жұмыс істейтініне сенімдімін, және ол жерде Java-ны орнатуды талап етпейді де. Енді біздің серверлік гипервайзеріміз орнатылуда. Басқа не айтуға болады? Біз енді гипервайзерді орнатып алғаннан кейін, одан кейін біз енді ILO-ға кірмесек те болады. Бұл жерден шығып кетеміз. Одан кейін біз енді бұдан былай болашақта осы Proxmox-тың веб интерфейсіне кіреміз. Және оның үнсіз түрде 8006 екен портын байқадыңыздар. Сөйтіп біздің жаңағы кез келген сеттағы компьютеріміз осы бір локальный сетте болса болды. Веб браузерді ашамыз және виртуалды Proxmox-ты басқарамыз. Енді мына жерде мына сілтемені сақтап қойдым. Оны YouTube-тың астына қалдыру мүмкін. Одан кейін жарайды, мынаны да сіздерге қалдырып көрейін, оқып көріңіздер. Басқаларының барлығы маңызды емес. Басқаларын жаба тұрамыз. Басқаларын жабамыз. Aruba-ның ClearPass Policy Manager дейді. Бұған әлі жете алмай жатырмын. Тест ретінде оқып көрсетуге. Так, әзір көрейік. Жарайды, осы жерден кішкене үзіліс жасаймыз. Бәрі аяқталған соң қайта ораламын. Proxmox орнату процесі жүруде. Бұл жерде ешқандай аса көп нәрсе болмайды. Қазір біткеннен кейін далее нүктесін басамыз, одан кейін көреміз. Енді айтқым келгені, бұл жерде былай жасаймыз. Қазір Windows сервердің 2026 нұсқасын жүктеп алайық. Microsoft Evolution Center, Windows серверді орнатамыз. Ол жерде біз кейін Microsoft-тың SQL-ін орнатамыз. Жалпы Windows сервермен танысып көреміз. Бізге ISO файлдар керек енді. Соңғы ISO файлдарды жүктейік. Қазір ағылшын тілінде. Міне бұл өте үлкен файл екен, түсінікті, 7 гигабайт көлемінде. Сондықтан бүкіл енді түні бойы жарайды жүктей берсін. Қазір бұл жерде сетте басқа жұмыс жоқ. Одан кейін біз сонымен қатар Ubuntu-ды жүктейміз. Ubuntu серверді. Және Ubuntu сервердің соңғы нұсқасын жүктейміз. Так, біздің Proxmox қазір не болып отыр? Көрейік. Қанша пайыз болды? 99. Міне кішкене біткенін күте салайық, одан кейін не болатынын көрейік. Мына жерде жарнамалар жазылды. Яғни өте жоғары деңгейдегі серверлерде осы Proxmox-ты пайдаланады. Proxmox сәтті орнатылды және қолдануға дайын дейді. Келесі сәт жаңа ребут жасаңыз, одан кейін көрсетілген IP адреске қосылуға тырысыңыз дейді. 192.168.1.195 деген IP-шіне адресті берген болатынбыз. Қазір мен тағы бір ноутпадты аша салайын мына жерде. Так, менің кнопкаларым дұрыс қабылдап отқан жоқ. Бір нәрсе басылып қалған сияқты отыр. Жарайды, мына жерде кішкене күтейік. Біздің сервер қазір перезагрузкаға кетті. Proxmox орнатылды, одан кейін перезагрузкаға кетті. Қазір бізде Virtual Drive-ды негізі шығарып таси салу керек еді. Так, былай жасайық. Біздің Virtual Drive-ды так, Force Eject Media шығара салайық. Media Successful Ejected дейді. Яғни CD-ROM-ды шығарып тастадық қазір виртуалда. Біздің Proxmox-тың жаңағы имиджі, ISO имиджі қазір бұл жерден шығып кетті. Енді мынау серверіміз қазір жүктелуде. Енді бізге Ubuntu жүктеу керек. Ubuntu-дың соңғы нұсқасы 24.04 Long Term Support дейді. 3 гигабайт көлемінде екен. Так, download дейді. Ubuntu-дың ұсынылып отырған жаңа қосымша командала интерфейсіндегі командаларын теруге болады. Ол үшін аты жөніңізді еңгізу керек. Жарайды, ChatGPT бар, бізге көмектеседі, сондықтан бұл әзірге керек емес деп ойлайық. Жаба салайық. Так, Ubuntu жүктелуде, Windows сервер жүктелуде. Бізге тағы не керек? Ubuntu-ға керекті бағдарламаларды соның ішінде жүктейміз серверден, Windows сервер. Одан кейін Microsoft-ның SQL серверін жүктеп алайық. Так, мына жерде бір нәрсе болды. Ол менде команданы, мына жерде менің клавиатурамда қазір дұрыс қабылдамай жатыр. Мына жерде мына система. Так.
болды, бізге ешнәрсе керек емес, өзіңнің автоматты түрде қарапайым жүктелгені керек. Яғни F1, міне Enterprise сервер жүктелуде. Так, сен жүктеле бер. Қазір бізде сетте қазір өте нагрузка қатты көбейді деп айта алмаймын енді. Мүмкін содан ба кішкене зависание болуда. Так. Опа, кнопканы қабылдамай жатыр. Қазір бізге былай жасау керек. Мына жерде мен қазір осы серверді Proxmox жүктелгенін қараймын, көремін. Міне Proxmox 01 логинді енгізіңіз және парольді енгізіңіз. Бұны біз веб сервермен де басқарсақ болады. Енді мен қазір осыны жабамын әзірге. Так, біздің логиніміз қандай еді шын айтқанда? Мен парольді білемін, бірақ логинді білмеймін. Жарайды, жабайық. Мына жерде мынаны жабайық. Браузердің қосымша жабайық. Мына жерден шыға тұрайық. Бізге болды серверге керек программаны орнаттық. Енді серверді ұзақтан басқару тек қана жаңағы BIOS-та апдейт жасағанда, немесе дискілерді қарағанда, пауэрлерді қарағанда, жаңағыдай сервердің физикалық жағдайын қадағалаған кезде керек болады. Енді бізге Proxmox-тың веб парақшасына кірсек болады, 192.168. Так, мына жерде клавиатурамды менің қазір қабылдамай жатыр. Клавиатураға бір нәрсе болды. Компьютерді перезагрузка жасау керек болып тұр. Қараңыздар. Так. Достар, компьютерді бір рет перезагрузка жасайын. Одан кейін қайтадан келейік. Мына жерде өкінішті біздің жүктеп жатқанымыз үзіліп кетеді. Одан кейін ол восстановление болмайды. Так, жарайды достар, бұл жерде айтқым келгені, біз Proxmox-ты сәтті орнаттық. Енді бізге керекті программаларды жүктеуді жалғастырамыз. Мына жерге мен қазір MS SQL-ді көшіріп қоя салам. Басқа компьютерден келіп, мына жерден келемін де, қазір мен ноутпадты ашамын. MS SQL-ді download деп басамын, және осыны көшіріп алып, MS SQL-ді жүктейміз. Ең ауыр жаңағы бізге болашақта керек болатын программаларды жүктеп қояйын. Себебі бұны бәрібір сеттен жіберу, бәрібір жүктеу керек болады. Соңғы нұсқалар менде бәрібір жоқ. Microsoft SQL Server Downloads дейді. Так, Top Downloads. Бізге SQL Server 2025 on-premise керек болады. Download. Так. Бұл жерде регистрациядан өту керек. Так, енді. Жарайды, достар, осы жерден сабақты үзейін. SQL серверді мен жүктеп қоям. Керекті программалардың барлығын жүктейміз. Және болашақ сабақтарда солармен танысуды жалғастырамыз. Олай болса, бұл сабақ ұнаса лайк басыңыз. Келесі сабақта кездескенше мен сіздермен қоштасамын.